2011 жылы сіз мынадай сөз айттыңыз АЭС-терге қатысты, атом электр станцияларына қатысты. Адамзат ең бірінші атом энергиясını адамды құрту үшін пайдаланған, сол үшін атом бомбасын жасап шығарған, сондықтан ол ешқандай қауіпсіз болмайды, я бейбітшілік деген ұғымдармен қатар жүрмейді. Егер мемлекет халықтың экономикалық, экологиялық болашағын ойлайтын болса, бұл жобада мүлдем жауып тастау қажет деген сөз айтып қалдыңыз. АЭС-терге қатысты. Ал енді президент үкіметтің кеңейтілген отырысында қаңтарда былай дейді: бізге электр энергиясы, оның ішінде таза атом электр энергиясы қажет, экономикалық ахуалды түсінбейтін популистердің жетегіне кетуге болмайды, атом энергетикасының маңыздылығын кәсіби түрде түсіндіру қажет дейді. Ал не істейміз? Өзімнің сөзімді айтардың алдында әбден бәрі зерттеп аламын, әсіресе мынандай мәселелерге байланысты. Менің өзімнің позициям бар, азаматтық, Қазақстанның азамат есебінде, маман есебінде. Жоқ па деген сөз ғой енді? Жоқ, өзгерген жоқ. Маман есебінде, сондықтан оны мен дәлелдей аламын. Атом электр станциясын бізде салу дейтін мәселе әлі ерте. Ол технологиялар әлі жетілмеген. Себебі оның үлкен проблемалары бар. Ол өз алдына бөлек тақырып. Сондықтан бұл экология жағынан өте лас. Енді президентке де әртүрлі адамдар барып айтатын шығар. Ол пайдалы, оның жаңағы тариф ертең төмен болады деп. Ол үлкен қаржыны қажет етті зат. Бір. Екіншіден бізде маман жоқ. Екі. Бізде маман бар, бізде маман жоқ. Ол жерде 2000-ға жақын кем адам жұмыс жасайды. Үшінші, біз өзіміз онда технология шығармаймыз. Біз ертең біреуге тәуелді боламыз. Оның запчастіне де, құрал жабдықтарына да, қосалқы бөлшектеріне тәуелді боламыз. Мен тек бер жағын айтып отырмын. Сосын бұл үлкен әскери террористік қауіп бар нысан ғой. Кеше көрдіңіздер, Украинада Запорожская АЭС не болған. Бесінші, экологиялық жағынан үлкен проблема, себебі экономикалық жағынан тиімсіз. Экологиялық жағынан болғандықтан, мысалы, уранның жартылай бөлінуі 4,5 миллиард. Плутонийдікі 200 миллионның үстінде. Олар соған дейін адамның ағзасына әсер етіп отырады. Себебі одан шыққан ертең радиоактивті қалдықтарды бір жерге жинақтап сақтау керек. А сен ондай репозитарий дейді, өмір бойы сақтайтын қойманы әлі ешкім жасаған жоқ әлемде. Америка әлі жасай алмай отыр. 190 миллиард ақша жұмсап. Біліп отырсыз ба? Сосын бұл экономикалық жағынан өте тиімсіз. Неге? Үлкен қаржы керек. Мысалы, кезінде Олкилоты 3 деген реакторды Финляндияда бастап салды. Бастағанда деген бәленбай жыл болды. Басында 3,5 миллиард евро болды. Қазір ол 8,5 миллиард евро болып кетті. Сосын бұл бар болған 40 жыл жұмыс жасайды. Әр кеткенде 50 жыл. Сосын біз оны 50 жыл бойы тоқтатуымыз керек. Олны тоқтату үшін де қаржы жұмсау керек. Қазір Ақтаудағы БН-350-ді жылдам нейтрондық реакторы. Соны тоқтату үшін жылына миллиардтың үстіне ақша бөліп отырмыз. Бюджет. Ол қалай сонда ол экономикалық тиімді болады? Оның және айтып отырған бүкіл реактор тұрған жердің бәрі радиация. Оны залалсыздандыру керек. Ол қарайған ақша. Оны барып бір жерге сақтау керек. Ол жаңағы білмейтін адамдар пайдалы деп. Енді қараңыз, бізде деген көмірмен жұмыс жасайтын 17 гигаватт қондырғы қойылған Қазақстанда. Біздің қазір реакторды қояйын деп жүрген көп болса, ең төменгі қуаты реактордың әлемдегі пайдаланылған 1,2 гигаватт. Біз ана 17 гигаватты ауыстыру үшін атомный электр станциялармен біз деген 15 сондай реакторды қоюымыз керек. Ал бір реактордың бағасы, кеше ғана Турцияда Аққұю деген станцияны салып жатыр, 2,4 гигаватт. Оның қаржысы жобамен 20 миллиард болу керек доллар. Мен есептегенмін, сол енді есептеңіздер. Ол бір жобамен 10 миллиард доллар кетеді дейтін болсақ, бір реакторды салуға 1,2 мегаваттпен. Енді әркім әртүрлі цифр айтады. Ол жаңағы қондырғының типіне байланысты, орналасқан жеріне байланысты. Сондықтан енді жобамен 10 миллиард дейікші. Сол 10 миллиард долларды жаңағы 15-ке көбейтетін болсақ, сонда қанша болады? 150 миллиард доллар ақша керек сондай станция салу үшін. Бұл тек салуға? Иә, сол салуға. Енді ол бір жыл салынбайды, 10 шақты жыл салынады. Ол ертең құрылыс материал қымбаттап кетеді. Біліп отырсыз ба? Сосын бұл жерде мынандай мәселе бар ғой. Оған су керек. Бізде Қазақстандағы 3 жерде ғана таңдады. Біреу Маңғыстау, біреу Балқаш, біреуі жаңа Курчатов депті.
Енді Маңғыстауға салуға ол келмейді. Неге? Себебі Маңғыстауда ол үлкен энергияны тұтынатын өндіріс жоқ. Себебі атомды электростанция жұмыс жасағаннан кейін ол базалық режимде жұмыс жасау керек. Оны пиковый режимде ол жұмыс жасай алмайды. Себебі ол жаңағы атомды реактор, ол машина емес, сөндіріп тастайды, қайтадан қосатын. Біліп отырсыз ба? Сондықтан ол 24 сағат, 7 күн, 365 күн жұмыс жасап тұру керек. Бір режимде. Ол мынандай режимде жұмыс жасай алмайды. Басып қою деген жоқ. Жоқ. Бірде 1000 мегаватты беріп тұр ма, 1000 мегаватт тұтынатын өндіріс 24 сағат 365 күн болу керек. Үлкен проблемасы сол да. Маңғыстауда басқа жаққа оны берейін десе, Атырау мен Екінің ортасында бар болған 100 мегаваттық ылып тұр. Тек қана 100 мегаватт переток жасай аласың. Қалған қайда жібересің? Бізде еще маяк газдан бар жүр, жұмыс жасап тұрған газбен. Сондықтан сондай оның бір көптеген технологиялық, экологиялық, экономикалық мәселелері бар. Мен көп зерттегенмін бұл мәселені. Содан кейін бұл атомды реакторларына келген кезде өте біз жаңағындай толық зерттеп, өте сақ болып, және көрінген жаңағы, мен айтайын, атом электростанцияны ұсынып жүрген адамдардың өзі көбіне популизмге кетіп қалып жүрген жоқ па? Себебі ертең біз бір мемлекетке тәуелді болып қаламыз. Мен айтпай ақ қояйын, кімдер бізге лоббировать етіп жүргендер. Ертең соларды құрал жабдығын біз бермей қалса, біз қалай атом электростанцияларына жұмыс жасатамыз? Ол авариялық режимге түсіп кетуі мүмкін ғой. Сондықтан, тем более айналамыздың бәрі қазір жақсы емес. Ертең ана реактордан шығып тұрған подстанцияны жарып жіберетін болса, бітті. Сондықтан бұл мәселеде асығыстық қажет емес. Президент те өзі айтып отыр ғой, барын қараңдар, зерттеңдер, сосын жаңағы нақты шешімдерді беріңдер деп. Сондықтан бұл мәселені халықпен ойластырып, зерттеп, мамандардың пікірлерін ескеріп, солардың бәрін зерттеп барып жасау керек. Тағы бір мәселе айтайын бұл жөнінде. Ол Ресейдің айтқан ғалымдары. Мысалы, қазіргі темппен біз уранды тауып жатырмыз ғой. Темп үлкен. Біз мысалы кейде бірінші, кейде екінші орын алып жүрміз уранды жаңағы өндіруден. Егер осы темппен деп айтқан жаңағы академик, егер осы темппен біз уранды қазір өндіре беретін болсақ, 100 жылда уран бітеді дейді. Әлемде. Сонда ол перспективный энергетика бағыты емес. Мен Москвада осы атом электростанцияға байланысты үлкен бір делегациямен барғанбыз зерттеп. Сонда институт имени Долежеля деген бар, энерготехнология институтының мамандарына кездесіп сөйлескен кезде олар айтты, қазір энергетика мамандарының айтып жүрген бір 3-4 бағыты бар деді. Перспективалық даму. Бірінші метангидратты пайдалану, екінші водородты пайдалану, үшінші термоядерный синтез, төртінші әлі адамзатқа белгісіз энергия көзі деп. Ол жерде не мұнай жоқ, не газ жоқ, не ол жерде жаңағы атомный электростанциялар туралы әңгіме жоқ. Біліп отырсыз ба? Сондықтан бұл өте үлкен күрделі тақырып, сондықтан оны асығыс жасауға болмайды. Жақсы.